заманда Асан деген баланың 7 жасында әкесі өліп, жетім қалыпты. Өздері өте кедей екен. Ішерге асы, киерге киімдері болмаған соң, Асанның шешесі Жаңыл баласын жетектеп жүріп, ел қыдыртып, күнелтетін болыпты. Күндердің бір күні Жаңыл апа Асанды жетелеп, Тахир ханның сарайына келіп, жәрдем сұрап, мұңын айтыпты. Хан жаны ашып, жәрдем берудің орнына Жаңылға қарап, былай депті. Менің аңға қосатын тазы иттеріме күдеуші бол. Иттермен бірге жат, тамағың да солармен бірге болады. Балаң ақсақ-тоқсақ қойларды бақсын. Ерте тұрып, кеш жатасыңдар. Тамақты аз ішіп, жұмыста көп істейтін боласыңдар. Қысқасы, өзің күң, балаң құл болады. Ойымдағыдай жақсы істемесеңдер, бастарың алынады. Депті. Жанашыры жақыны, жалтарар өрісі жоқ Жаңыл мен Асан сол күннен бастап ханның кіріптар күңі мен құлы болады. Иттермен бірге жатып, бірге тамақтанады. Айдан ай, жылдан жыл өтті. Ауыр еңбек, ит қорлық, тұрмыс Жаңылды да, Асанды да әбден жүдетті. Панасыз екі сорлы егіле жылап, шыдай береді. Аңшы иттердің үстін жуып, жүндерін тарап, тамақтарын беріп, жатқызған соң, ана Асанды бауырына қысып жатып, түні бойы зарлайды. Қайғы қасіреттің зары өткен шерлі ана мұңын айтып күңіренеді. Ит өмірден итшімін, итпен бірге үйшігім, иттің де бар иесі, иттен де жаман біздің күн. Ит өмірден құтылып, жарылқайтын күн туып, жақсылық көрер ел барма, бәйшешегі құлпырып. Деген үнді саз қалықтай самғап шарықтай жөнеледі. Күй сарыны кейде күмілжи, күбірлеп барып ашына түсіп, аспанға өрлегендей кейде зулап, қияға ұшқан қырандай шығандайды да, сазы алдағы мұрат, тамылжыған тәтті үн асқақ әуенге қосыла келіп, Асанды сергіте желпіп жетелегендей, шыңырау түбінен шыңға қарай, қараңғы тұманнан күн шуақты жарық нұрға қарай алып бара жатқан сияқты. Сарайы ашылып, тынысы кеңіп, көз жанары жайнайды оның. Міне, Асанның тап алдында ақ бауыр, киіктің ала таңдақ екі лағы арман күйінің әуеніне билеп жүр. Олар би қызығына елге елтіп, өздерінің адамнан безер аң екенін де ұмытып кеткен. Сыбызғы сазы сызыла шырқаған сайын лақтар Асанға жақындай түседі. Сөйте-сөйте енесі мен екі лақ Асанды орталарына алып, айнала шапқылап, асыр салып, ойнақтай билеп жүретін болды. Өз өнері, өмір қасіретін серпілте, сейілткендей болған Асан, егіз лақты өзінің бірге туған бауырындай, екеуінің енесін өз анасы Жаңылдай жақын сезініп, жақсы көретін еді. Асанға көңіл көтерер ермекте, көңіл күйін, арман шерін бөлсер доста табылды. Күнде ақсақ тоқсақтарын ілбітіп айдап келеді де, ақ бастаудың жағасына жусатып қойып, Асан сандық тастың басына шығып, сыбызғысын тартады екен. Егіз лағын емізе шұбатып ақ бауыр киік те келіп, Асанның күйін тыңдап билейді екен.
Күндердің бір күні Асан сыбызғы тартып, киіктер би-билеп, ешбір қапа, қайғысы жоқтай мәз-мейрам болып отыр еді. Кенеттен тарс еткен мылтық даусы бар тыныштықты бұзды да жіберді. Мылтық даусымен көк жалын ащы түтіннің астында қалған Асан не болып қалғанын біраз ес жиған соң ғана білді. Аузынан шыққан оқтың жалыны әлі арылып болмаған, жезді ауыз шитісін оң қолымен көтере ұстаған Тахир ханның жалғыз баласы келе Асанды қамшының астына алды. Ана осыранды киіктеріңді маған ұстап бер, әйтпесе өлтірем қазір. Мырзау, мен сияқты өз тамағын әрең асырап жүрген жалаңаш кедей киік асырай ма? Сіз ұстай алмаған киікті мен қайтып ұстармын, деді де Асан хан баласының тепкісіне жонын бере домаланып жата берді. Асанды өзі шаршағанша ұрып тепкіледі де хан баласы арғымағына мініп әкесіне келіп айтты. Итшінің баласының биші киігі бар екен, соны ұстап бер. Аузы қисық болса да хан баласы сөйлеген заман деп халық айтқандай хан баласының айтқанын орындапты. Жаңыл мен Асанды шақыртып алыпты да: Биші киікті ертең осы уақытқа дейін менің алдыма әкеліп бермесеңдер, сен қатында шыңды жарғызып, итке салғызам. Сен балаға көзіңе қорғасын ертіп құйғызам. Жарлық бер, орындаңдар, депті. Амалы құрыған аналы балалы екі сорлы күн жылап, түн жылап, ақыры ақ бауыр киіктің бір лағын сұрап алуға сөз байлапты. Өзі үшін емес, анасын аяған Асан ертеңіне Ақбастаудың басына келіп дос киіктерін шақырды. Көкірегі шерлі қойшының сыбызғыдан шыққан мұңы күндегіден зарлы да қайғылы еді. Билеп жүрген киіктер қайтар кезде бір лағын қалдырып, өзгесі Асанмен қош айтысқандай ишарат білдірді де кетіп қалды. Қалған лақты Асан ханға әкеліп берді де, аз күнге болса да анасы мен екеуі өлім азабынан аман қалды. Тахир ханның алдында адам түгіл аңда қызмет істегендігін жұрт білсін. Тарт сыбызғыңды, деп бұйырды хан сыбызғышысына. Хан алдында құрдай жорғалап, бөденедей қорғалап, жағымпаздықтан жәдігөйлігіне әбден төселіп алған сарай сыбызғышысы бар өнерін аямастан-ақ ойнап көрді. Бірақ киіктің лағы мелшиіп тұрып алды. Бұған әбден ашуланып, ыза кернеген хан сарай сыбызғышысының басын шауып алды да екінші біреуін алдырып ойнатты. Лақ тағы да билемеді. Хан бұл сыбызғышыны да өлтіріпті. Үшінші сыбызғышыға да кезек жеткенде: Тақсыр, тат. Татың болса айт. Алдияр ханым, барлық керемет осы лақты билеткен қойшының сыбызғысында. Ол сыбызғының сыры бар. Сол сиқырлы сыбызғыны алдырып берсеңіз, мен лақты билетерем, депті сыбызғышы. Хан жендетіне сыбызғыны алып келуге жарлық етіпті. Жендет қой бағып жүрген Асанды басқа бір салды да сыбызғысын алып келді. Сыбызғышы олай тартты, былай тартты, лақты билете алмады. Ақырында хан оның да басын алды. Сол елде 250 жыл жасаған бір сыбызғышы қария бар еді. Хан жазықсыз елді зар жылатып, көзіне көрінген сыбызғышының басын алып жатыр дегенді естіп, сол қария ханға келіп:
Тақсыр хан, бұл лақ ханның жарлығына да, сыбызғының сиқырына да билемейді. Гәп сыбызғының сиқырлығында емес, сырында. Ел мұңын шағып, жүрек құлын шерткен шындығында. Сыбызғының сазды сыры, қойшы баланың нәзік саусақ, шебер қолына тигенде ғана ашылады. Сырымен бірге жыры да төгіледі сонда қойшының. Елді бекер қырмаңыз. Сыбызғашы қойшының өзін алдырып, ойнатсаңыз, лақта билейді. Сіз бен біз де сазды әуенге кенеліп, жадыраймыз. Депті. Қарияның сөзіне еріксіз тоқтаған хан Асанды алдырып ойнатқан екен. Лақ бұрынғысынан да тамаша билепті. Асанның өнеріне риза болған хан: «Мен көретсем құртам, рақым етсем жарылқайым. Не тілегің бар? Сұра», депті хан. «Менің бар тілегім, анам мен екеумізге бостандық беріңіз. Киіктің лағын өзінің тауына жібертіңіз», деді Асан. Хан айтқан сөзінен қайта алмай, Асанның тілегін орындапты. Сол күннен бастап Жаңыл мен Асан ақ бауыр киіктің екі лағымен бірге елден елге, таудан тауға барып жүріп, арман күйін әлемге жайып